бірінші қарастыратын есебіміз бізде 47-ші тапсырма. А тобының ең алғашқы есебі бізде кітапта бұл 26-ші беттен басталады екен. Қарайық біздің есепке. Мынандай 47-ші есебі, нөмірі 47-ші есеп. Нөмірі 47-ші есеп. Сандардың проценттік қатынасын табыңдар дейді. Сандардың проценттік қатынасын табу үшін, мысалы бірінші есепке қарайық. 5-тің 20-ға проценттік қатынасын табу үшін 5-ті 20-ға бөліп 100-ге көбейте саламыз. 5-тің 20-ға проценттік қатынасын табу дегеніміз 5-тің 20-ға қатынасын көбейтеміз 100%-ке. Яғни соңында процент деген белгіні қойып қоя саламыз. Мына жерде мысалы қысқартамыз. 20-ны 20-ға бөлсе 1, 100-ді 20-ға бөлсе 5, мына 5-ке барып көбейтіледі. Сонда бізде шығады 25%. 5-тің 20-ға процент қатынасы, значит 25% деген сөзді білдіреді. Например, мына жерде 12-нің 80-ге дегенді көрейік екіншісінде. Екіншісіндегі 12-нің 80-ге. 12 80 көбейтілген 100%. Бұл жерде де сол 8 бен 8 қысқарады. 0 мен 0 кетте салайын. Мынаны 2-ге бөлсе 4, мынаны 2-ге бөлсе 5, мынаны 4-ге бөлсе 1, 12-ні 4-ге бөлсе 3, 3-на 5-ке барып көбейтіледі. Сонда бізде шығады 15%. Санның процент қатынасын табу дегеніміз осы. Екі санның қатынасына барамызда 100-ді көбейтіп қоямыз. Мінекей. Формула жалпы былай осылай болады. Келесі кезекте бізде 4-те 8-ші тапсырма. 4-те 8 деппін ғой. 48-ші тапсырма. Мен сіздерге әні көрсетейін. Әнің суреті кішкене анығырақ көрініп тұр. Менің жағдайымда бос қорапшаларда неше проценті бос дейді, яғни бос қорапшалардың жалпы қорапшаларға қатынасының 100%-ға көбейтеміз, яғни осы 2А-ның Б-ға проценттік қатынасын табу керекпіз. Неше пайызы бос дейді. Біз енді қанша боялғанын біліп алайық бірінші. Вообще қанша мына жерде қорапша бар. Мысалы, мына екі қатардан берілген 1, 2, 3 баған, 1 мына жерде былай биіктігі 3 екен, ұзындығы 5 екен. Сонда 3-ті 5-ке көбейтеміз 15, екі қатар орналасқан 30. Сонда 30 жалпы бізде қорапшалар. Енді бұл жерде босы, мына көріп тұрсыңдар, 6-ау бос мына жерде. 6-ау бос, сондықтан 6-ның 30-ға проценті қатынасын табу керекпіз. Сонда бізде болады 6-ны 1-ге бөлсе, 6-ны 6-ға бөлсе 1, 30-ды 6-ға бөлсе 5, ал 100-ді 5-ке бөлген кезде бізде шығады 20. Сонда бізде әсіншісінде 20% бос деп айтады екен біз. Келесі кезекте бізде нөмірі 49-шы есеп. Нөмірі 49. Біріншісін қарастырып берем сіздерге, өздеріңіз екіншісін шығаратын боласыздар. 250 кг қант қызылшасынан 45 кг қант алынды дейді. 250 кг-нан 45 кг қант алынды. Бұл жерде 45 кг-ның 250 кг қатынасын табамыз. Сосын одан кейін оны 100-ге көбейтеміз. 45 бөлінген 250 көбейтілген 100%. Мына 0 мен 0-ді қысқартамыз. Одан кейін мынаны 5-ке бөлсек 2, мынаны 5-ке бөлсек 5, 45-ті 5-ке бөлсек 9. Одан кейін мына жерде ол 9, мына 2-ге барып көбейтіледі. Мына жерде 2-ні ұмытпаймыз, 18 екен. Сонда жалпы бізде 18% екен. Яғни 250 кг қант қызылшасына 45 кг қант алынды. Қант қызылшасының неше проценті қант? Қант қызылшасының 18% қант болады екен. Мына жерде даже өздері формуласын да беріп қойыпты. Мына жерге қарасаңыздар, өзі формуласы дайын тұр осы жерде. Келесі кезекте бізде 50-ші тапсырма. Орам жапырақтың жерге себілген 120 тұқымның 90% өнді дейді. Біріншісін қарастырам, как всегда. Жерге себілген общий 120. Мына жерде жаңағы формула осы есепке қолданады екенбіз ғой. Өнген тұқым саны, жерге себілген тұқым саны, өнімділігін тап дейді. 120 тұқым жерге емген, 120 тұқым жерге еккенді, соның именно 90-ы өсіп шыққан. Какой-то тал болсын, 90-ы өсіп шыққан.
Сонда осыны өнімділігі неше пайыз десе, яғни 90-ды 120-ға бөліп 100-ге көбейтеді екенбіз. 90-ды 120-ға бөлеміз. 90 бөлінген 120 көбейтілген 100. Сонда біз өнімділігінің пайызын табамыз. Қысқартамыз әрине, 0 мен 0 қысқарады. 10-ды 2-ге бөлсе 5, 12-ні 2-ге бөлсе бізде 6, 90 мен 96-ға бөлінбейді бізде, бөліне ма әлі ма? 15, 96-ға бөлсе 15, 6-ны 6-ға бөлсе 1, 96 бөлсе 15, мына 15 барып мына 5-ке көбейтіледі. Сонда бізде 75. 75 пайыз. 120 қан жаңа орам жапырақ 120-ның 90-ы өнсе, значит бізде өнімділігі 75 пайыз болады екен. Өздеріңізде өнімділігін білсеңіздер, қанша өсіп шығатын примерін есептей алады екенбіз. Келесі кезекте бізде 51-ші тапсырма, 51. Қазір жазып қой, нөмірі 51-ші тапсырма. Мынақты біріншісін көрсетем әрине, тағы да екіншісін өздеріңіз қарастыр. 700 грамм йодтың спирттегі ерітіндісінде йод 119 грамм дейді. Мына формулаға саламыз. Мына жерде дайын формула бар. Йодтың зат массасын алымына ерітінді массасын бөліміне салады екенбіз. Яғни біздің жағдайда былайша айтқанда балалар аз санды төбесіне, алымына көп санды бөліміне жазамыз, негізінде көп жағдайда. Сондықтан мына жерде де ойланбастан 119-ды алымына ерітілген зат масса ертісінде, ал жалпы йодтың 700 грамм. Көбейтеміз осыны 100%-ға. 119-ды 700-ге бөліп 100-ге бөлеміз. Мен былай істеймін. Қарасаңыздар, мен былай істеген кеп тұр. 2-0 мен мына 2-0-ді қысқарамда, сонда 119-ды 7-ге бөле салам. 119-ды бөлсек 7-ге шығады, бізде 17 дейді. Сонда бізде 17% шығады екен. Анау ерітіндідегі йодтың концентрациясы бізде 17% болады екен. Надеюсь, түсінікті айттым. Енді өздеріңіз екіншісін шығарасыздар. Бұл бізде 51 болатын, енді келесі кезекте 52. Қазір наварды өшіріп тастайын. 52-ні қазір көрсетем. 52-ні жазып, Атай банкке депозитке 2 миллион теңге ақша салып дейді. Бір жылдан соң 2 миллион 180 мың теңге алды. Атай банкке салған ақшасы неше проценттік өсіммен алынды дейді. Тағы да айттым ғой жаңа сіздерге. Басында 2 миллион салған. Потом ол 2 миллион 180 мыңға көбейген. Яғни 2 миллион 180 мыңға көбейген деген сөз қанша мыңға көбейіп тұр? 2 миллионнан 2 миллион 180 мыңға алсақ, өзі көзге көрініп тұр. 180 мың теңге ақша алған, қосылған үстіне. Яғни осы 180 мыңның 2 миллионға проценттік қатынасын табу керекпіз. Жаңа банк неше процент ақша үстіне қосып берген табу үшін. Сондықтан біз осыны есептейміз. Міне 180 мыңды бөлеміз 2 миллионға. Так, мына жерде 4-0 мен мына жердегі 4-0-ді қысқартып жіберем. Мына жердегі 2-0 мен мына жердегі 2-0-ді қысқартып жіберем. Сонда аяғында 18-2-ге бөлсек бізде 9 болады. Сонда Атай банкке салған ақшасын неше проценттік өсіммен алды дейді. Яғни 9% өсіммен алды. Міне С жауабы болады екен. Келесі кезекте бізде 53-ші тапсырма. 53-ші тапсырма нөмірі 53. Кішкене суретті үлкейдім, қазір қайттан алыстатамын. Өйткені бізге мына нәрсені сұрап тұр. Үшбұрыштың ауданының квадраттың ауданына проценттік қатынасын табыңдар. Үшбұрыштың ауданының квадраттың ауданына проценттік қатынасы. Әрине үшбұрышты жаңадан бері айтып жатырмын, ауданының квадраттың ауданына проценттік қатынасын 100-ге көбейтеміз қазір. Енді ойланайық. Бізге мына жерде өлшем бірліктерін бермеген, сантиметр, қанша сантиметр екендігін елерін, сондықтан мен ойланам. Мына жерде біз 2 тор өзді 1 сантиметр деп аламыз ғой дәптерде, сондықтан бізде 1, 2, 3 сантиметр екен. Мына жерде
Квадратта тоже бізде 1, 2, 3. Значит, біздің квадратымыздың ауданы а квадрат қой. 3-ке 3 көбейтеміз ғой аудан табу үшін. Сонда бізде 3-ке 3 көбейткенде бізде болады 9. Квадраттың ауданы 9 екен. Енді мына квадраттың ауданы бізде 9 болады. Мен квадраттың онша емес болып қалды. Енді квадраттың ауданы 9 болса, енді ненің ауданын қалай табамыз? 3 бұрыштың ауданын қалай табамыз? Мен сіздерге жолын көрсетейін. Былай табамыз. Былай бөлемін мен қазір ортасынан. Ортасынан бөлген кезде байқадыңыздар ма? 2 қақ бөлінді. 2-ге қақ бөлінді. Рисование, мен яқта бір нелер бар ма екен? Мінекей. Былай көрсетейін сіздерге. Мінекей. 2-ге қақ бөлінді. Енді 2-ге қақ бөлінгеннен кейін жаңа 9 еді. Өзі 9 болатын ауданы. Соның мына жартысы 4,5 болды. Мына жартысы тоже 4,5 болды. Енді именно мына жартысы 4,5 болса, мына жартысы қызылмен істен көрінбей тұр, қызылмен істен мінекей. Мына жартысы 4,5 болса, мінекей. Мынау сол 4,5-тің жартысы. Мына жер сол 4,5-тің жартысы. Еще мына жерде тоже 4,5-тің жартысы болады. Екеуі бір-біріне тең ғой, қақ бөлініп тұр ғой. Сонда 4,5-тің жартысына 4,5-тің жартысын қоссақ, қайтадан 4,5 шығады. Значит, былай қысқаша айтқан кезде, мынау 3 бұрышымыз біздің мына 4 бұрыштың жартысын ауданын алып тұр екен. Жарты ауданы өзі көзге көрініп тұр ғой, мінекей. Өзі көзге көрініп тұр негізі. Мынау 4 бұрыш. Өзі 4-ке бөлінген. Мінекей теңдей болып. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Соның екеуін алып жатыр. 4-тен екеуін алып жатыр деген жартысы емес па? Сондықтан біз мына жерге S3 бұрышымыз тең болады екен 4,5 сантиметр квадрат. Сантиметр квадрат деп жазбай қойсаңыздар болады. Негізінде яқта бізде тор көзбен есептеп жатырмыз ғой. Енді жаңа табайық енді. 4,5-тің 9-ға қатынасының неге көбейтеміз? 100-ге көбейтеміз. 100%-ға. Бұл кезде қалай есептесем болады мен? 4,5 9-ға қысқартам, 4,5 9-ға қысқартам. 4,5-ке бөлсе 1, 9-ды 4,5-ке бөлсе 2, 102-ке бөлсе 50, яғни 50%. Мінекей. Мен осылай шығады балалар. Енді сіздер өздеріңіз мына есепті ойланасыздар. Мына 3 бұрыштың біріншісіне 4 квадрат 1, 2, 3 бұл жерде де 9, мына жерде де біздің S-іміздің квадраттікі 9. Өздеріңіз ойланып, мына 3 бұрыштың ауданы қалай табатынды ойланамыз. Одан кейін соған жоқ төбесінен наоборот. Сол жаңа 3 бұрыштың ауданын квадраттың ауданына бөлесіздер де 100-ге көбейтесіздер. Надеюсь, шығады. Комментарийға жауаптарын жазсаңыздар, егер шығарсаңыздар. Енді бізде 54-ші тапсырма 5 килограмм 100 килограммның 6 тонна 30 тоннаның неше пайызы дейді. Жаңағы өзіміздің бағанан бері 54-ші тапсырма біріншісін көрсетем. 5 килограмм 100 килограмм неше пайыз екен табу үшін 5-ті 100 килограммға бөліп, 5 килограммды 100 килограммға бөліп 100%-ға көбейту керекпіз. 100 бен 100 қысқарады да біздің жағдайда. 100 бен 100 қысқарады да, жауабы 5 болады екен. 5%. Сол секілді мына жерде қалғандарын да өздеріңіз шығара бересіздер. Например, 3-ті алайын, үшіншісін 4,5 грамм 30 граммның неше пайыз екен табу үшін 44,5-ті 30-ға бөліп 100-ге көбейтеді екенбіз. Сонда бізде шығады 0 мен 0-ді қысқартайын. 10 бөлінген 3 қалады. 4,5-ті 3-ке бөлеміз. 3-ті 3-ке бөлсе 1, 4,5-ті 3-ке бөлсе 1,5 шығады да, 1,5-ті 10-ға көбейткен кезде бізде 15 шығады. Яғни бізде 15% болады екен. Надеюсь, түсінікті айттым. Енді дәлше жүре берейік. Қалғандарын өздеріңіз шығарасыздар.
Келесі кезекте бізде нөмірі 55-ші тапсырма. Нөмірі 55-ші тапсырма. Әдеттегідей бұл жолы мен сіздерге жарайды мақұл. Екіншісін көрсетейін. Бұйымның алғашқы бағасы 1500 теңге, оның қымбаттаған бағасы 1710 теңге дейді. Бұйым неше процентке қымбаттады? Әрине бағанағындай жоқ, қымбаттаған бағасын жалпы басындағы бағаға есептейміз. Банк туралы есеп естеріңізде ма? Сол қанша ақша үстіне қосылды, басында қанша ақша болды. Сол секілді бұл жерде қанша ақша қосылды алымына жазылады, жалпы саны бөліміне жазылады, соны 100-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде шығады. Қазір көрейік енді. Бұйымның алғашқы бағасы 1500 теңге болатын дейді. Жарайды, 1500 теңге болатын. Сосын ол қымбаттады 1710-ға. Яғни қанша теңгеге қымбаттады? 1710 болса, значит 210 теңге. Яғни сол 1710-нан 1500 аламыз. Сонда бізде 210 болады. Сол 210-ның 1500-ге қатынасын 100-ге көбейтеміз қазір. Сосын барып есептейміз. Мына жерде 2-0-ді қысқарт бастаймын. Бітті, жоқ мына жерде ештеңе. Неқта 210-ды 15-ке бөлу керек. 210-ды бөлсек 15-ке бізде 14 шығады екен. 14. Значит, жауабы бізде 14%. Бұйым неше процентке қымбаттады? 14%-ға қымбаттады деп жауап береді екенбіз. Надеюсь, түсінікті айттым. Келесі есепке өте берейік. Келесі бізде нөмірі 56-ші тапсырма. Б саны А санының неше процентін құрайтынын тауып, кестені толтырыңдар дейді. Б саны А санының неше пайызын табады деген. Сол баяғы Б бөлінген А. Жаңа негізі А-ны үстіне жазып отқанбыз. Бұл жерде өзі Б А-ның пайызы. Енді кіші сан алымына үлкен сан бөліміне жазылады. Көп жағдайда сөйтіп жаттап алсаңыздар да болады. Жарайды, мына жерде оңай біріншісі. 8-ді 32-ге бөлесіңдер. 8-ді 32-ге бөлесіңдер да 100-ге көбейтесіңдер 100%-ға. Сонда 8-8-ге бөлсе 1, 32-ді 8-ге бөлсе 4, 100-ді 4-ге бөлсе 25, яғни бізде 25%. 8-32 санының 25%-на тең екен. Оны жарайды, білеміз оны. Ал наварды не істейміз? Намыз 6,2-ден 1, 26-ның неше пайыз екен. Бұл жерде де ешқандай қиындығы жоқ. 6,2-ден 1-ді аламыз. Бөлеміз жаңаға 26-ға, көбейтеміз 100-ге. 100%-ға тең. Ана жерде ондық бөлшек жай бөлшекке айналдырып аламыз. 2, 6-ны 2-ге көбейтсе 12, 12-ні 1-ге қосса 13. Ал мына жерде 26-тан 1 өзі тұра береді. Бөлу 26 деп жазсаңдар да болады. Немесе көбейту 26-тан 1 деп жазсаңыздар да болады. Яқта еще жанында 100% бар. 100% тең. Бұл жерде тағы да 13-ке бөлсе 1, 26-ны 13-ке бөлсе 2, 2-ге 2-ні көбейтсе 4, 100-ді 4-ке көбейтсе бізде 100-ді 4-ке бөлсе бізде 25 болады. Сонда бізде жауабы 25%. Мынау 6,2-ден 1, 26 санының 25%-на тең екен. Түсіндік па, балалар? Комментария жазып отырыңыздар, түсінікті болса сразу. Балалар, 57-ші есепті бар ғой. Официальный мен білмеймін қалай шығарылатынын. Сондықтан, егер мүмкіндік болса, мектептегі мұғалімдеріңізден сұрап, маған жауабын айтсаңыздар қалай шығарылатынын. Есепті мен білмеймін. Өтірік айтпай қояйық. Мен түсінбей тұрмын, не айтып тұрғанын. 2 бөлінген 23 қатынасында дейді. 2-нің өзі 23 қатынасын беріп тұр. Оның несін табайын десем, процент қатынасын мен 100-ді 200-ге көбейтсем 200-223-ке бөлсем бізде шықпайды. Бізде 123-ке қысқармайды да, сонда 223-ке бөлудің басқа амалы жоқ. Бізде 8,1 бәле шығып кетті. Сондықтан сіздер мектептегі мұғалімдеріңізден осыны сұрап, маған айтсаңыздар қалай шығарылатын жолын. Мына жерде енді мен примерно өзім 5-те белгілей салам өтірік. Сондықтан дальше жүре берейік. Комментарияға жазсаңыздар осының жауаптарын білсеңіздер. Келесі кезекте 58-ші тапсырма, нөмірі 58-ші есебе.
темір жолшы осы аптада 300 бөлшек дайындауды межелеген еді дейді. Осы аптада межелеген жоспардан 60 бөлшек артық дайындады. Темір жанушы дейді, жолаушы деп қойған, жоспар неше процентке артығында. Иә, басында 300 дайындаймын деп ойлаған, одан кейін ол 60 бөлшекке артық дайындады дейді. Яғни 60-тың 300-ге қатынасын біз 100-ге көбейтеміз. Болады бізде 2-0 мен 2-0 қысқарады, 63-ке бөлсек 20 пайызға артық дайындаған екен. Бұл бізде 58 тапсырма. Енді қазір 59. А және Б зауыттары шаң сорғыштар дайындайды дейді. Тексеру кезінде А зауытының дайындаған 450 шаң сорғышының 18-і, Б зауыты дайындаған 650 шаң сорғышының 13-і жарамсыз болып шықты. Қай зауыттың өнім сапасы жоғары, неше процентке жоғары дейді. Я жеке бұл жерде табу керек біз өнімділіктерін. Я А зауытының өнімділігін табу үшін былай істейміз. 450 шаң сорғыштың 18-і жарамсыз болып қалды. Қанша пайызы жарамсыз болып қалғанын көрейік. Или өнім сапасы дейді ма? Жоқ, былай істейік онда. 450-дің біз 18-і демейміз. Бұл жағдайда бізде өнімсіздігін есептеп кетеміз ол жерде, өйткені 18-і даярланбай қалды ғой. Ал бізге өнімділігі керек. Сондықтан 450-дің нешесі орындалғаны, неше шаң сорғыш дайындалғаны керек. Басында 450 дайындалу керек еді. 18-ін алып тастаймыз. 18-і жарамай қалды ғой. 432-сі, значит, не істеген? Жарамды болып жұмысқа келген, я? Сонда 432-ның 450-ге қатынасын 100-ге көбейтеміз. Осылай есептейміз. 0 мен 0 қысқарады. 432-ні 4320-ны бөлеміз жаңағы 45-ке. Шығады, бізде 96 шығады екен. 96 пайыз шығады екен. А зауытының өнімділігі. Енді Б зауытының өнімділігін көрейік. 650 шаң сорғыш дайындауға межелеген. Потом 13-і жарамсыз болып қалды. Со 650-ден біз 13-ті алып тастаймыз. 637 шығады екен. 650-дің 637 дайын болып тұр. 637-ні 650-ге бөліп 100-ге процентке көбейтеміз, я? Сондықтан 637-ні 100-ге көбейтіп, оны бөлсек 650-ге бізде шығады 98 дейді. 98. Бұл бізде Б зауытының өнімділігі. Сонда қай зауыттың өнімділігі артық болып тұр? 96, А зауытының өнімділігі, Б зауытының өнімділігі 98. Сонда қай зауыттың өнімділігі сапасы жоғары десе біз Б дейміз. Неше процентке болса 98-96-тан 2%-ке көп. Значит, 2%-ке өнімділігі жоғары дейді екенбіз. Мінекей осылай шығады. Нөмірі 59-шы тапсырма. Келесі кезекте 60-шы есеп. 60. 700 грамм тұзды су ерітіндісіндегі су 574 грамм дейді. Сіздерге екі бөлігі бар екен, біріншісін көрсетемін сіздерге. 700 грамм тұзды су ерітіндісіндегі су 574 грамм. Тұзды су ерітіндісіндегі тұз неше грамм дейді. Тұз неше грамм дейді. Так, 700 грамм. Тұзды су ерітіндісіндегі су 504 грамм дейді. Су. Тұзды судың суы 504 грамм. Суы 574 грамм. Тұз ерітінді тұз неше грамм дейді. Яғни тұз неше грамм табу үшін 700-ден 574 алып тастаймыз. Иә, 700-ден 574. Мынақта ешқандай бөлшектің керек емес екен. Просто 700-ден 574 алып тастаймыз. 700-ден 574 алып тастасақ, бізде болады 120 дейді. Міне осылай есептейміз. Енді соның концентрациясын есептеу керек екен. Екіншісін жарайды көрсете салайын. Мынау біріншісі типа, мынау екіншісі. Тұзды су ерітіндісіне тұздың концентрациясы неше пайыз? Я, тұз таптық қой жаңа. Әдейіге тұзды бірінші тапқызды бізге. Тұз бізде 126. Соның концентрациясын табу керекпіз.
Значит, мына 2-0 мен мына 2-0 қысқарып кетті. 126-ны 7-ге бөлеміз. 126-ны 7-ге бөлсек 18, яғни концентрациясы бізде 18% екен. Тең 18%. Неше грамм? Мына жерде тең 126 грамм. Мінекей осылай. Бүгінгі видеомыздағы соңғы есеп нөмір 61-ші есеп. Мен сіздерге әрине біріншісін көрсетем, екіншісін өздеріңіз қарастырыңыздар. Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентрациясы неше процент? Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм. Бұны қалай жазамыз? 30%, массасы 200 грамм жарайды. Массасы 200 грамм, соның 30%-ын табайық та. 30%. Концентрациясы массасы қантты су ерітіндісіне, қантты су, в общем айтқанда қант пен су екеуін қосқан кезде бізде, қант пен суды қосқан кезде бізде 200 грамм шығып тұр. Осы 200 граммның 30%-ы бізде жаңаға концентрация массасы 200 грамм ерітіндісі 100 грамм таза су құйылды дейді. Бұлай есептейік, 200-дің біз 30%-ын табу керекпіз. Ол үшін біз 230-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. 2-0 мен мына 2-0-ді қысқартсам, бізде 3-ге көбейтсек 6 шығады екен. Яғни 6 200-дің 30%-ы, 30 бар екен, 32-ге көбейтеміз 60. Массасы 200 граммның 30%-ы бізде 60 грамм болады. 60 грамм. Концентрациясы 30%, массасы 200 грамм қантты су ерітіндісіне 100 грамм таза су құйылды. Мынау 60 грамм бізде не болу керек, по-моему? Бізде қант болу керек 60 грамм. Енді еще 100 грамм таза су құйылды дейді. Таза су құйылды 100 грамм. 200-ге 100-ді қосамыз. Общен 300 болды. Бірақ не өзгерген жоқ. 60 грамм қантымыз, 60 грамм сол күйінше құрамында 60 грамм болып тұрады. Сондықтан мына жерге мен 60-ты қоям. Оны сосын барып 100-ге көбейтем. Концентрациясын табу үшін 100 бен 100-ді қысқарады, 63-ге бөлсек 20. Сонда концентрация 20% болып азаяды екен. Соңғы ерітіндідегі қанттың концентрациясы, қант сұрап отыр екен ғой, сол бәсе 20% болатын жерде жауабы. Мінекей балалар, сонымен біздің соңғы есебіміздің жауабы осы.